Қайырлы күн достар, бүгін 4 түрлі ерекше салаттың рецебімен бөліспекпін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сол кезде видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Ең алдымен өте дәмді мексикан салатын дайындаймыз. Тауықтың төсетін осылай кубиктап тураймыз. Одан кейін маринадтаймыз. Тұз, паприка және осындай тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Міндетті емес, бірақ бұл ұсақталған сарымсақ пен сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жүгері крахмалын қосамыз және соя тұздығын құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Маринадқа 15-20 минуттай уақытқа қалдырамыз. Табамызға сұйық май құйып, қызған табаға маринадталған етімізді салып, 4-5 минут уақыттай қуырып аламыз. Піскен тауық етін май жоқ етіп, ыдысымызға салып аламыз. Қызыл тәтті бұрышты осылай соломка етіп тураймыз. Қиязды ортасынан 2-ге бөлеміз және жарты бөліктің әрқайсысын 3-ге бөліп, осындай жерлерін алып тастасаңыздар болады. Өз қалауыңыз бойынша турайсыздар. Черри қызанағын ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Ақ желкенді осылай үзіп қостым. Одан кейін жасыл пиязды тураймыз. Ұсақ корнишондарды қосамыз. Консервідегі жүгері және қызыл фасольді қосамыз. Оған соя тұздығын қосамыз. Салат тұздығын дайындаймыз. Тұз, паприка, ұсақталған сарымсақ және қара бұрыш қосып, оның үстіне газға қойып ысытылған сұйық май, яғни күнбағыс майын құйып, араластырып салатымызға қосамыз. Оның үстіне тауық етін қосамыз. Тауық етін лаж болса ыстықтай қосқандарыңыз дұрыс. Мінекей өте дәмді мексикан салаты дайын. Баршаңызға ас болсын. Ендігі кезекте айсберг пен ет қосылған жылы салат дайындаймыз. Бәріңіз жасап көріңіздер, өте дәмді салаттардың бірі. Алдымен сиыр етін осылай тураймыз. Оған тұз, паприка қосамыз. Мен осындай грильге арналған дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Оған жүгері крахмалын қосып, күнбағыс майындағы ұсақталған сарымсақты қосамыз. Соя тұздығын құйып, жақсылап араластырамыз. Маринадқа 20-30 минутқа қалдырамыз. Табаға сұйық май құйып, қызған табаға маринадталған етімізді саламыз. Піскенше осылай қуырамыз. Жас малдың еті тезірек піседі, оны да ескергендеріңіз жөн. Етіміз пісіп қалдау деген кезде суға крахмалды қосып араластырып құйып жібереміз. Бұл етімізге қоюлық береді. Етімізге әдемі қоңыр түс беру үшін соя тұздығын құямыз. 30-40 секундтай араластырып, май жоқ қылып, осылай тәрелкемізге қоямыз. Енді салатқа қосатын гүлді орам жапырақты қайнатамыз. Ол үшін қайнаған суға тұз, лимон шырынын қосып, гүлді орам жапырақты салып, 2-3 минуттай уақыт қайнатып аламыз. Және суын сорықтырып, біз суытамыз. Гүлді орам жапырақтан кейін барып, брокколиді салып, оны да 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Оның да суын сорықтырып, суытамыз. Енді біз салатқа қосатын брокколиді панировкаға аунатып қуырамыз. Жұмыртқаға тұз қосып, үстіне ұн қосамыз. 20% кілегей қосамыз оның үстіне. Жақсылап араластырамыз. Біздегі масса тым қою немесе тым сұйық болмау керек. Блиннердің қамыры сияқты болғаны жөн. Мінекей біздің клярымыз дайын. Піскен брокколи мен гүлді қырыққабатты осылай клярға малып, сілкілеп, панировкаға аунатамыз. Қуырмас бұрын бәрін осылай панировкаға аунатып аламыз. Брокколиларды клярға аунатпас бұрын суын сорықтырып кептіріп аламыз. Және суыған болуы керек. Бұл салатта осы брокколиларды панировкаға аунатпай-ақ, суға қайнатып-ақ салатқа қоса берсеңіздер болады. Бірақ панировкаға аунатсаңыздар өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған сұйық майға панировкаға аунатылған брокколи мен гүлді қырыққабатты салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Май қызып тұрған болу керек және оттың асты тым қатты болмау керек, әйтпесе брокколилар күйіп кетеді.
Енді салатқа қосатын тұздықты дайындаймыз. 25% қаймаққа немесе үй қаймағына ұсақталған сарымсақ, тұз, түйіршіктелген қыша, лимонның шырынын қосып араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан салқын айсбергті пышақпен турамаймыз, осылай қолмен үзіп ыдысымызға саламыз. Қонаққа ұсынатын болсаңыздар, бұл салатты айсбергті осылай қонақ жақындаған кезде қосқандарыңыз дұрыс, әйтпесе айсберг басылып қалады. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп қосамыз. Ақ желкен, яғни петрушканы осылай үзіп қосамыз. Дайындаған тұздығымызды үстіне қосып, салатты араластырамыз. Қатты мыжбай, салатты басып алмай араластырамыз. Етті негізі осылай ыстықтай қойғандарыңыз дұрыс тәрелкеге. Салатты үстіне қоямыз. Еттері көрініп тұру керек осылай шетінде. Егер сіздер брокколиді панировкаға аунатпайтын болсаңыздар, онда салаттың арасына қосып жіберсеңіздер болады. Панировкаға аунатқандан соң мен осылай бетіне қойып шықтым. Мінекей айсберг пен ет қосылған жылы салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын достар. Енді песто тұздығы мен кәді қосылған нәзік салатын дайындаймыз. Бұл ерекше әрі пайдалы салаттардың бірі. Бұл салатқа қосатын песто тұздығын әуелі дайындап аламыз. Ыдысымызға жасыл райхан, яғни базилик саламыз. Оған ақ желкен, аскөк, яғни укроп саламыз. Пармезан ірімшігін, 1-2 сарымсақ тісшесін, кедр жаңғағын, тоз бұрыш, зәйтүн майы мен сұйық май, яғни күнбағыс майын құйып, блендермен жақсылап еземіз. Қуырылған кедр жаңғағын қолдансаңыздар да болады. Бұл тұздықты жасап қойып, мұздатқышта 3 айға дейін сақтауға болады. Мінекей песто тұздығы дайын. Енді тауықтың етін осылай кубиктап турап, маринадтауға кірісеміз. Тоз, паприка қосамыз. Тауыққа арналған осындай дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Жақсылап қолмен араластырамыз. Маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Шампиньон саңырауқұлағын осылай тураймыз. Табаға сұйық май құйып, қызған табаға шампиньон саңырауқұлағын салып, саңырауқұлақ сарғайғанша қуырамыз. Саңырауқұлақ піскеннен соң оны май жоқ етіп сүзіп аламыз. Осы майға маринадталған тауық етін салып 4-5 минуттай уақыт қуырып аламыз. Тауық етінде май жоқ етіп сүзіп аламыз. Бұл салатқа тауықтың етін ыстықтай қосқандарыңыз жөн. Енді біз кәдіні осылай домалақтап тураймыз. Оған тоз, паприка және көкөніске арналған осындай дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Сұйық май мен сарымсақ қостым, құр сұйық май қоссаңыздар болады. Араластырып болғаннан соң оны қызып тұрған осындай табамызға сұйық май құйып, қызған табаға кәділерімізді екі жағынан полоска қалғанша, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Жақсылап жуылған шпинатты осылай жегенге ыңғайлетіп тураймыз. Қиярды осылай доңғалақтап тураймыз. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп қосамыз. Тауық еті мен саңырауқұлағымызды қосамыз. Сары черриді де қостым. Және песто тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа кәдінің аз ғана бөлігін қосып, қалған кәдімен бетін әсемдейміз. Мінекей біздің кәді қосылған песто тұздығымен салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді баялды қосылған капрезе салатын дайындаймыз. Жақсылап жуылған баялдыны осылай доңғалақтап тураймыз. Бізге 7 штугы жетеді. Соған тұз қосамыз және аздап зәйтүн майын қосып араластырамыз. Зәйтүн майдың орнына сұйық май қоссаңыздар болады. Табамызға зәйтүн майын кішкене ғана құйып, баялдыны осылай жұмсарғанша және екі жағынан осылай полоска қалғанша қуырамыз. Моцарелла ірімшігін осылай доңғалақтап тураймыз. Рассольдағы моцарелла қолдансаңыздар да болады, өз қалауыңыз бойынша, және қызанақты осылай доңғалақтап тураймыз. Енді тәрелкемізге орналастырамыз. Әуелі қызанақты, моцарелла ірімшігін, оның үстіне баялды және базилик қоямыз. Базиликті ұнатпасаңыз, орнына шпинат қолдансаңыз болады. Осылай видеодағыдай етіп қойып шығамыз.
Мен ортасына осылай жасыл базилик пен қызыл базиликті қойып әсемдедім. Лоло Россо сияқты басқа да аскөктермен әсемдесеңіз болады. Ең соңында песто тұздығын сеуіп шығамыз. Мінекей баялды қосылған капрезе салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Достар, YouTube арнамда бұдан да басқа сан түрлі рецепттер бар. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.